Лагердегі жаңа күн жаңа оқиғамен бастау алды. Күнімізді бірден таңғы жаттығудан бастадық. Вожатыйымыздың айтуынша жаттығу жасап сергіп алсақ, күннің соңына дейін бодри болып жүреміз. Оны енді соңында көре жатармыз. Балалар, қайырлы таң. Сендердің ұйқыларың кетіп тұрған сияқты, Давайте бәріміз бірге таңғы жаттығуды жасаймыз. Қолымызды белге қоямыз и басымызды айналдырамыз. Кеттік. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Бегалы дұрыстап жасасаңшы. Не анау? Енді қолымызды алға созамыз. Дұрыстап созамыз, Ася. Қолымызды жоғарыға, жанға көтереміз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Көріп тұрғандай, бәрінің ұйқысы қанбаған. Себебі кеше түнде... Что-то ішпіз кетті ғой? Бірдеңе істейміз, Өзіміз бірдеңе жасап қызық қылмасақ. Лагерь біткенге дейін скучно болып тұр ғой, Осы қыздар ұйықта қалмады екен? Конечно, ұйықтайды. Түннің бір уақыты болды олдаш. Давайте онда. Беттеріне зубной пассажға кетеміз, Давай. Сосын беттерін маркермен сызып тастау керек. Тоқташ. Беттер күй берсең бізден көрмесін сосын. Ой, күймейді. Оған лично өзім жауап берем. Бастау ма? Маркерше. Әти дайындалып келдім ба? Ардал, с нами? Конечно. Все, кеттік. Жарайды, кеттік. Лагерь қызықтарының бастамасы енді басталды. Әр үйдің еркесі жиналған лагерде барлығы дос болып кетуі де белгісіз. Подростықтардың арасында ұлдар белсенді болса, кішкентайлардың арасында қыздар пысықтау. Ертең сары көйлекті кием ау деймін. А мен өзімнің қызыл көйлегімді. Қыздар, давайте хотя бы бір күн көйлек кимейміз. Қыздар, жатыңдаршы. Таңертең ерте тұру керек. Ұйықта. Подожди, мы решаем вообще-то важные вопросы. Ертең не кием? Киетін киімі көп, арамызда сен ғана. Не кием деп сұрақ қою қате. Киімім көп болса да не киерімді білмеймін. Осы сендерді мүлдем түсінбеймін. Күнде әртүрлі киім кию керек деген заң бар ма? Әлде бір киімді 2 рет кисеңдер бірдеңе бола ма? Тебе это не понять. Просто всегда надо быть красивой и стильной. Жарайды.
Балалар, все молодцы. Ал енді кім осында қалып ойнағысы келеді? Ойнауға рұқсат. Қазіргі подростықтар ойынға аса құмар емес. Конечно же, они обожают играть игры на телефоне. Ал біздің кішкентайлар әрине ойын десек ішкен асын жерге қояды. Бұлардың ешқандай артық ойлары жоқ, көңілдері ақ. Балалық шақтың ең тәтті, бақытты кездерін сүріп жатыр. Бұларға не істесе де жарасады. Дұрыс ойнамай қалдың ғой. Мынау допты неге дұрыс ұшпайды? Ауылна. Мына доптың сапасы өте нашар екен. Сол үшін дұрыспайды. Алысқа да, жақынға да лақтырсаң дұрыспайды бұл доп. Ауылна, білесің бе? Саған доп осы жақтан ұшып келе жатса, қолыңды осылай созасың. Жақсы ойнайды екенсің. Кезінде волейболға қатысқам. Солай ма? Вообще-то мы здесь тоже сидим. Кешіріңдер, давайте ойнайық. Ауылна, макша ішесің бе? Рахмет. Ойнаймыз ба? Кеттік. Тосыннан келген допты тоқтату Бегалы үшін өзін өзі көрсетуге керемет шанс болды. Так, тоқта. Жаңағы Бегалы Алунамен, Ерсултан Айлин емес, Асиямен, я, получается? Да нет, вы нормально послушайте. Жарайды. Айтпақшы, мынау сериал ма сен? Жанр қандай ма өзі? Аға, это не сериал. Сериалити. Так, сериал бар. Так, кино бар. Сериалитисіне. Мен қартайып кеткенмін ба? Қалай ол? Ой, сіздің поколениеңіз қартайып жатыр деп айттым ғой. Сериалити ол сериал мен реалитінің қосындысы. Жарайды. Неден кім? Ерсултан дедің ба? Неден жалғаса бер? Ерсултан... Ойбай, пісімнің кім еді? Что? Я Каракөз. Это ты кто такая? Кто такая дегеніз? Қазақша, қазақша. Мен түсінбеймін уже. Что? Алло, мам. Я келдім. Әпкемді ма? Жоқ, көрмедім. Қайда екенін білмеймін. Қазір келіп қалар. Егер болмай жатса, өзім тауып барамын. Сау болыңыз. Қыздардан қалай сұрасам болады? Қыздардың бөлмесі қайда деп орысша қалай еді? Міне. Қыздар деген, так, қыздар. Ол девочка, міне, девочка. Ал бөлме деген, өлі ұмытқаппын ғой. Бөлме деген комната. Міне, жақсы келатыр. Қайда деген куда? Міне, жақсы. Куда? Девочка, комната, куда дейм. Міне. Каракөз. Девочка, комната куда? Что?
Девочка, комната куда? Что? Ой, бір. Мен оны орысша, ол мен қазақша. Не болып кетті? Түсінбей қалдық қой бір. Көрсетпесем көрсетпе, өзім тауып алғанмын. Бүгін лагерге жаңа бір емес екі қыз келіп қосылды. Лагердің басталғанына бірнеше күн болса да, бірі әпкесінің артынан қалмай келсе, бірі мамасына еркелеп көндіріп келген. Таныс болыңыздар, Ипо және Қаракөз. Ал угадайте, Ипо мен Қаракөз кімнің сестренкалары? Что там Жансая? Лагерге келгелі дастан жазды ма өзі саған? Пока нет, конкурстардан уақыты жоқ шат. Конкурс, это все отговорки. Егер он сені жақсы көрсе, давно звондайтын еді. Не любит он тебя? Да любит, а то добиваться етпеуші еді ғой. Вот именно добиваться етпеді. Ну, дорогая, зачем тебе такие отношения? Соны айтам, аяу дұрыс айтады. Вот, если маған бір жігіт до конца добиваться, это ухаживание, забота жасаса, мен сол жігітті обязательно ұсталар едім. Талай жыл салып араға, кездестік үлкен қалада. Өзіңмен өткен сәттерді суреттер тұр ғой санада. 24 жетті тойлап, oh my lady, oh my my, көздеріңнен айналайын, айналайын. Өзіңді ойлай берем айға қарап, жанарыңды айдан құрап, іздеймін мен айға қарап сені. Сезімдерім саған ғашық, түніменен бала ғашық, кездесейік таңла ғашық, бала ғашық. Рат, түңіліп кетіпсің ғой. Че, страдаешь, да? Қағыз ол сонша страдать ететіндей? Брат, помоги. Не істейм, қалай жақындайым, не знаю. Сперва успокойся. Қыздарға всегда ухоженный, харизматичный, красивый, стильный жігіттер ұнайды. Тұрған жоқ болдың да? И красивый, и харизматичный, стильный жігіт. Не десем екен? Ладно, пропустим. Қайғысы саған ортасындағы ма? Не, анау шетіндегісі. Черная? Да не, смуглая. Қорғап қояды өзі. Қойш, қалай жақындайым, соны айтшы. Қалай жақындаймысың ба? Любой қыз гүлге сразу сынап. Егер мына гүлді апарып берсең, сразу өзіңді деп сана берсең болады. Точно ма? Точно. Маған сенбей тұрсың ба? Черт.